Сәлем достар, қалайсыздар? Жалпы бүгінгі видеоны мен жаңағыдай Инстаграмда болсын, Ютубта болсын көптеген сұрақтар алып жатырмын. Жалпы Жапонияға қалай келдің, жалпы Жапонияға қалай келуге болады деген сияқты. Бүгін мен өз кезегімде сол Жапонияға мен өзім қалай келдім деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Ал ендеше бастайық. Мен өз кезегімде Жапонияға қалай келдім. Яғни мен алғаш рет Жапонияға 2016 жылы келген болатынмын. 2016-ның 11 айдың аяқтары ғой деймін, сондай уақыттарда қыс мезгілінде келген болатынмын. Ол жаңа 10 күндік Sakura School деген орталық Азия студенттеріне арналған 10 күндік қыстық мектеп болған болатын. Жалпы бұдан бұрын біз басқа жаңа кіріспеден бастағым келіп тұр. Мен Жапонияға келместен бұрын жалпы Жапонияда оқимын деген сияқты менде мүлдем ой болмаған. Енді басқа шетелді қарастыруға болады, бірақ Жапония туралы мен тіпті оқығым келмейді емес, жалпы Жапонияда оқуға болады деген сияқты ой да менде болмаған ғой. Бірақ біз кішкентай кезімізде менің құрбым бар, әлі уақытқа дейін жақсы араласамыз. Айнұр деген, соны екеуміздің әкеміз отырып, осы біздің қыздарымыз шетелде оқиды деген сияқты айтып отыратынды, сол біздің әлі есімізде, Айнұрдың да есінде бар. Сол Құдай сол періштелері әумин деп, біз Айнұр Америкада оқыды, мен Жапонияда оқыдым деген сияқты. Жарайды, бұл кіріспе. Енді сол уақыттан тікелей осы қазіргі уақытқа дейін көрсетейін. Жалпы 2015 жылы ғой деймін бізге сол Жапониядан, яғни Осака қаласы, Осака университетінен IPC International Physics Course деген бағдарламаны таныстыру үшін профессорлар келеді. Одан кейін сол кезде енді Құдай өзі бұйырып тұр ма білмеймін, сол кезде менің болашақ профессорым да келген болатын. Яғни олар сол бағдарламаны таныстырады. Бағдарламаны таныстырғаннан кейін енді сәйкесінше сол профессорымыз біздің өзінің жаңағыдай жасап жатқан жұмысы, жалпы Жапонияда қандай жұмыс жасалады, қандай зерттеу жұмыстары бар, ғылыммен қалай айналысады деген сияқты тақырыпта өзінің жұмысын айтқан болатын. Енді сол кезде мен өте бір оңай сұрақ қойдым да, өте оңай, оған ешқандай да магистратура оқудың да қажеті жоқ. Тек қана сол менің сол магистрлық сол кездегі диссертациямның бір зерттеп жүрген бір бөлшегім, сол ағай сол бөлшекті ғана айта салады да, сонымен сол бөлшек туралы әшейін қандай байланыс бар деген сияқты бір өте қарапайым сұрақ қана қоя салам. Сәйкесінше ағайым сол сұраққа жауап береді. Одан кейін сол жиын біткеннен кейін артынан ағай қасыма келіп, сен осылай жасап жатсың ба деген сияқты өзінің қызығушылығын танытады. Сонымен болды, осылай тақырып жабылған болатын. Сонымен біздің физика факультеті, Казгу, Қазақ ұлттық университетінің физика техникалық факультетінің кафедрасы, біздің кафедрамыз, теориялық физика кафедрасы. Жаңағыдай біз өз магистратурада нақты есімде жоқ, бір 7-8 адамбыз ғой деймін. Сол студенттеріміз ағылшын тобы, сабақтың басым көпшілігін ағылшын тілінде оқимыз. Сонымен бізге ұсыныс тастайды, сендер барлықтарын тапсырып көрсіңдер қайтеді деп. Енді біз өз кезегімізде келісімімізді беріп тапсырамыз. Есепті шығарамыз, бірақ есептің енді өте күлкілі болуы мүмкін, бірақ ол кезде есепті шығардық, бірақ бәріміз солай өткіздік. Одан кейін сол екінші бөлімі, есептен кейінгі бөлімі, сол оқуға тапсырудың интервью болатын, бірақ сол интервьюдің басында барлық студент, біз 7-8 адам тапсырғанбыз, бәрімізді жинап алып, осылай жеке-жеке есептерді талдап деген сияқты, бәріміздің сәйкесінше есебіміз бәрі 0 болады, жаңағыдай жақсы шығармаймыз, бәріміз өтпей қаламыз. Бұл бірінші болды. Одан кейін мен сол 2017 жылы мектепке физика пәнінің мұғалімі болып сабақ беремін. Сөйтіп бір айдан кейін маған сол кездегі профессорым хабарласады. Сөйтіп жадыра, осылай Жапонияға келуге 10 күндік сондай Сакура мектебі болады, қыстық мектеп, соған келіп, Жапония ұнай ма, соны көріп кетсең болады, жалпы мектепке қатысып кетсең болады, Жапонияны көрсең болады деген ұсыныс тастайды. Сөйтіп мен сол кезде сұраймын, әлі есімде, сол мектепте жүрген кезім, сабақ оқып жүрген кезде мен ортасында қоңырауларда сол жаққа интервью беріп жүремін да. Сосын ағайдан сұраған есімде, ағай басқа студенттерде барса бола ма деген сияқты. Сол кезде ағайым сол Sakura School'дың ұйымдастырушыларының бірімін. Қазақстан негізі шақырылатын мемлекеттердің қатарында жоқ, бірақ мен сол
сен есіме түсіп, осылай саған шақыруға болады деген қағазды рұқсатын алған болатынмын деген болатын. Енді сәйкесінше жарайды деп, сонымен мен Жапонияға алғаш рет сол 2016 жылы келген болатынмын. Енді сол мектеп сол 10 күн болады. Сол 10 күннің ішінде біз бәріміз бір зерттеу жұмысын жасаймыз. Жаңағыдай сол Сакура мектебі аяқталуға таман әр студент өзінің жаңағыдай жасаған жұмысын қорғап шығу керек болатын. Сол кезде мен өзімнің жаңағыдай 10 күнде жасаған жұмысымды қорғап беріп, 10 күннің ішінде есіңізде болсын, 10 күннің ішінде жұмысымды қорғап беріп, сол 10 күндік жұмыста, ғылыми кішігірім жұмыста мен Қазақстанға келіп, Қазақстанның жаңағы бірінші наука ма, есімде жоқ, бір журналында мен мақала жазамын 10 күндік жұмыстың нәтижесімен. Сонымен осындай қызық болады. Сол кезде сол Осакада болған уақытында ағайым маған қайтадан оқуға тапсырып көресің ба? Осылай көрсең, мүмкіндігіңді сынап көр, бағыңды сынап көр деп айтады. Одан кейін маған ағайым сол шақыртуды береді. Егер де осы қыз, ол шақыртудың мазмұны қандай, яғни ол егер де осы Омар Жадыра оқуға түсетін болса, онда мен оны өз жетекшілігімде профессоры бола аламын деген сияқты қағаз қажет. Айтпақшы, ұмытып кетіппін ғой, алдында біз студенттермен барлық менің группамен тапсырған уақытта да сондай қағаз қажеттілігі болатын. Енді нақты есімде жоқ, басқа студенттер жаңағыдай мен группаластарым ала алдым, ала алмадым, ол туралы ештеңе айта алмаймын. Сол себепті кесіп айтпай қояйын. Сөйтіп, екінші ретте тапсырамын, есебін шығарып беремін. Енді есебін шығарып беремін деген енді қатты айтылған сөз, бірақ әйтеуір байланысы болады деген сияқты бір формулаларды қорытып, өзімше шығарып, бір парақты толтырып беремін әйтеуір. Сөйтіп, екінші бөлімі интервьюға келіп, қайтадан сол есебім дұрыс емес болады, екінші рет тағы өте алмай қаламын. Одан не керек, 2017 жылы сол магистратурамызды бітіріп жатырмыз. Сосын ағайым қайтадан хабарласып, Жадыра, осылай Осакаға келуге сенде мүмкіндік бар. 2,5 ай бойы физика курсын оқып, физиканың барлық курстарын оқып, есебін шығарып, осындай үйренуге сенде мүмкіндік бар. Финанстық қолдау көрсетеміз деп айтады. Барлық профессорлармен де сөйлесіп қойған екен, маған сабақ өтетін. Сонымен Құдай өзі бұйырып тұр ма, сол кезде магистратурамды бітіріп жатырмыз, диссертацияны қорғайтын уақыт қой. Сол кезде де мен физика-техникалық факультетінің әкімшілігіне барып айтқан кезде, олар да түсіністікпен қарап, менің диссертациялық қорғауымды алға қарай жылжытып, мен өзімнің группаластарымнан бөлек қорғаған болатынмын. Сөйтіп, алға жылжытып, госэкзаменді де, мемлекеттік емтиханды да ертерек тапсырып, бәрін әйтеуір бір мамырдың 25-іне дейін ғой деймін, 2017 жылы мамырдың 25-і ме, әлде әйтеуір маусым айына дейін бәрін бітіріп тастадым. Так дипломымды келіп алатын болдым да. Барлық басқа тапсыратын құжаттардың бәрін тапсырып деген сияқты, сол маған физика-техника факультетінің әкімшілігі сондай қолдау көрсеткен болатын. Өзімнің кафедрамда мені қолдады, бәріне рұқсат беріп, сөйте ғой деген сияқты. Сонымен не керек, ұшақтың билетін алып, айтпақшы, сол осы сәтте айта кететінім, маған сол кезде Казгудағы ағайымның, профессорымның қолдағаны да ерекше болды. Ол кісі маған сол билет алып беретін ақшаны беріп, билетті алып беріп деген сияқты. Сондай финанстық маған қолдау көрсеткен болатын. Сонымен не керек, келіп, физиканы оқып, ол кезде мен енді ойлаймын ғой, кәдімгідей бір мезгіл сабақ оқиын деп, жоқ, олай емес, азаннан кешке дейін мен тек физиканы оқып, кітапханадан шықпай, одан кейін мен сол Осака университетінің Суита кампус деген жерінде болдым да, одан Таянака кампусы деген бар, соған автобус қатынайды, шаттл бас деп айтады. Сол шаттл басқа мініп, басқа кампусқа барып, ол жақта маған электродинамика курсын оқып береді, есебін шығарамыз, курсын оқимыз, физикасын оқимыз, одан қайтадан ағайым маған оқып береді, жаңағыда механика деген сияқты сабақтарды. Оқып жүріп, бір емтиханнан әйтеуір өтем. Ол кезде сонда да мен 100% есептерді шығарып бердім емес, бір 85-90%-ға дейін жеткіздім ғой деймін. Сонымен сол есебімнің енді барынша бәрі дұрыс шығып, интервьюдан да өтіп, сонымен 2-3 күннен кейін жауабы шығатын болды. Сонымен ағайым маған хабарласып, Жадыра, осылай құттықтаймыз, сен осылай оқуға түстің, бірақ бұл 2 дипломды бағдарлама болғандықтан сен Казгуға да түсуің керек деп айтты. Одан кейін мен Казгудағы емтиханға үлгеру үшін билетімді артқа қарай қайтадан ауыстырып, Алматыға ұшып келіп, сол Казгудағы емтиханға тапсырып, одан өтіп, сонымен
2017 жылы IPC бағдарламасы бойынша, 2 дипломды бағдарлама бойынша мен сол Қазақ ұлттық университеті және де Осака университеті арасында оқуға түскен болатынмын. Мен жаңа емтиханнан өттім ғой 3-ші реттен. Сол кезде ағайым маған бәрі бітіп, мен оқуға түсті деп маған айтқаннан кейін ағайым айтып отырды: Жадыра, мен сені өзімнің жетекшілігіме, сен есепті ойбай 2,5 айда күшті шығарып кеттің, андай мындай деген үшін алған жоқпын дейді. Сен сол 2,5 айда келіп, мен сенің сол келген уақыттан сол 2,5 ай бойы мен сені бақыладым дейді. Осы сенен бір нәрсе шыға ма, оқығаны дұрыс па, қалай деген сияқты. Сол кезде сенен кішкене болса да ынтаны көрдім, талапты көрдім. Сол себепті сенен бір нәрсе шығаруға болады деп ойлап, сені сол үшін де өзімнің жетекшілігіме аламын деп айтқан болатын. Біраз уақытқа дейін өзім ойлап жүрдім, группада менен де жақсы сондай бір студенттер бар еді ғой, сабақты жақсы оқитын, прям оқуға берілген студенттер бар еді ғой, солар түсу керек еді ғой деген сияқты менде ойлар болатын да, біртүрлі ол орынға өзімді лайықсыз санап жүрген болатынмын. Бірақ кейін ойлап қарасам, мен сол мысалы 7-8 студент тапсырдық қой есепті. Сол кезде есебіміз негізі бәрімізде дұрыс болған жоқ есеп. Бірақ мен ойлаймын да, мүмкін сол жерде мен бір формуланы ма, бір оңай бір формула ма білмеймін ғой енді, бірақ өзім ойымда, мүмкін сол жерде мен дұрыс бір нәрсені жазған шығармын. Содан бастап ағайым менен сондай бір сондай бір талапты байқап, содан кейін мені мысалы 10 күндік мектепке шақырып, одан кейін сол 2,5 айлық курсқа шақырып, физиканың курсына Жапонияға. Былай ойлап қарасаң, оның бәрі де ақша, уақыт қой мысалы, бірақ соны ағайым байқап, сол менен сондай бір нәрсе байқады ма деп ойлаймын да. Әйтпесе білмеймін ғой, мен ешқандай да танысым жоқ, тағы басқаларым жоқ деген сияқты. Бірақ көп студент, 7-8 студенттің арасынан мені таңдады. Сол кезде өзімді кейде сөйтіп жұбататынмын, университет кезде эксперименттерім қиын болып жатса, болмаса анализдерді дұрыс жасамай жатса, сол үшін де мен барлық студентке осылай оқу жолында жүрген, болмаса бір сондай бір стипендияларға тапсырып жүрген, болмаса шетелге оқуға тапсырып жүрген студенттер болса, бұл жол сізге лайықты. Сіздер сол жолды таңдаған кезде, Құдай ол жолды бостан бос сізге бере салған жоқ деген сияқты ғой. Сол ең бастысы естеріңізде болсын деп айтқым келеді. Яғни доктор 3 жыл ғой, соның 1,5 жылы Осака университетінде, қалған 1,5 жылы Қазақ ұлттық университетінде өтетін болды. Жалпы, бірақ мен сол 1,5 жылды толық Қазақстанда өттім деп айта алмаймын. Қазақстанда мен қанша 3 ай ғана болдым ғой деймін. 3 ай болып, одан жазда экспериментіміз болатын болып, одан бір конференцияға қатысатын болып, сонымен мен жазда қайтадан Жапонияға ұшып келемін. Жалпы көп уақытым сол Жапонияда өтті деп айта аламын, доктор курсымның. Жалпы осылай қысқаша айтатын болсам, осы видеоларды Құдай қаласа Аянның да өткен жолымен таныстырғым келіп тұр. Себебі біз екеуміздің жолымыз мүлдем басқа да. Мысалы, менде университет арқылы келіп, әртүрлі жағдайдан қолдаулар өте көп болды да, менен тек қана білім ғана талап етілді. Ал Аянның жағдайында ол мүлдем басқаша. Аян өзі ізденіп, өзі жұмыс жасап, өзі оқып, білімі де болып, талабы да жақсы болды деген сияқты, оның жолы мүлдем басқаша болғандықтан, мен басқаша бір видео жазу ойда бар. Жалпы осы. Енді Құдай қаласа, алдағы уақытта Жапонияға қалай оқуға түсуге болады деген тақырыпта видео түсіреміз. Сұрақтарыңыз болса, біздің Instagram парақшамызда, болмаса YouTube'дағы пікір жазу бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Барынша жауап беруге тырысамыз. Назарларыңызға көп рахмет.